Футбол өз тарихында көптеген аңыздарды танытып, олардың әлемдік деңгейге көтерілуіне негізгі себепкер болды. Диего Марадона, Роналдиньо, Пеле секілді аңыз ойыншылар футбол дегенде еске түсері анық. Бірақ оларды біріктіретін тек футбол ғана емес, ауыр өткен балалық шақтары. Қазіргі футбол жұлдыздарында да бала кезінде ауыр тұрмысты бастан өткерген футболшылар аз емес. Ендеше сіздердің назарларыңызға балалық шағы ауыр өткен атақты футболшылардың топтамасын ұсынамыз. Қазір жұлдызы жанып тұрған шведтік ойыншы Златан Ибрагимович өзінің асқан өзімшілдігімен танымал. Негізі мұның бәрі оның балалық шағында жатыр. Ол 1981 жылы Мальме қаласында дүниеге келді. Әкесі араққа аса құмар адам еді, және онысы отбасын құрдымға келді. Златан 2 жасқа толғанда ата-анасы ажырасып, олар балаға таласты. Бірақ көп ұзамай, оның әкесі де, шешесі де қайтыс болады. Осылайша басталған Златанның азапты балалық шағы ақыры оны қылмыс әлеміне де алып келді. Ол көп уақыт тұтас бір ауданда ұрлық жасаумен айналысқан. Кейіннен Мальме клубында доп теуіп, жұлдызы жарқырай бастағанымен, қаржылық мәселелер мен клуб басшылығымен келісе алмауына байланысты футболды тастап кетеді. Кейіннен хоккей ойнағысы келген Златан 5 жыл өткен соң ақыры футболмен қайта шұғылданып, атақты Аякс клубына ауысады. Осылайша Златанның ауыр күндері артта қала бастаған еді. Уругвайдың үлгілі футболшыларының бірі Луис Суарес 1987 жылы Сальта қаласында дүниеге келді. Ол отбасындағы 7 баланың 4-шісі еді. Ол 7 жасқа толғанда әкесі жұмыс іздеп балаларынан алысқа кеткен. Ал 2 жыл өткен соң Суарестің ата-анасы ажырасып кетеді. Осылайша ол бауырларымен бірге қауіпті қылмыскерлер қаласында тұруына тура келген. Жас кезден футболды сүйген ол. Футбол ойнауға аяқ киімде таба алмаған. Бірақ оған қолдау көрсетіп, көмектесетін қайырымды жандар табылды да, көп өтпей Суаресті Уругвай футбол федерациясының скауттары байқап қалады. Осы кезден бастап өзін кедейліктен құтқаратын негізгі нәрсенің футбол екенін білген ол сол жолды таңдайды. Бірақ өзінің айтуынша оны құтқарған әйелі София Балбаға деген махаббаты болған. Қалай десек те Суареске балалық шағындағыдай ауыр күндер енді тумайды. Осындай ауыр балалық шақты басынан өткергендердің бірі Аргентина құрамасының ойыншысы Анхель Ди Мария болды. Бір күні ол құдыққа түсіп кетіп, айналасындағылар оған көмектесудің орнына мазақтаған екен. Балалық шағын бала құсап өткізе алмаған ол екі қарындасымен бірге көмір зауытында істейтін әке-шешесіне көмектесіп жұмыс жасаған. Оны да жергілікті футбол сарапшылары байқап, өз клубтарына тартуға тырысады. Алғашында Росарионың жастар құрамасына қабылданған ол, кейіннен Еуропа футболында біраз дүр сілкіндіреді. Ал ол Бенфика сапына ауысқанда бар қаражатына ата-анасына үй алып берген болатын. Әлемнің ең атақты футболшыларының бірі Криштиану Роналду да балалығында көп қиындық көрген. Анасы оған жүкті кезде қаржылық қиындықтарға байланысты түсік жасатуға бел буады. Кейіннен бұл шешімінен қайтқан анасы Роналдуды 1985 жылы Фунчал ауданында дүниеге әкелген. Анасы ол шешімінен қайтпағанда миллиондардың кумирі болған Кришті бүгінде біз білмес демедік, кім білсін. Роналдудың анасы аспаз, әкесі бағбан болып жұмыс жасаған. 14 жасында мұғалімге орындық лақтырған үшін оны мектептен қуады. Осылайша қара жұмыс істеуге тұрмақ болған Роналдуға анасы рұқсат бермей, болашақ футбол жұлдызы футболға келген. Спортинг клубына ауысуы оның өмірін түбегейлі өзгертіп, алпауыт командаларда ойнауына жол ашты. 1983 жылдың 7 сәуірінде Мер қаласында Франк Рибери дүниеге келді. Атақты шабуылшы 2 жасқа толғанда көлік апатынан ата-анасы қаза тауып, оның денесі көліктің әйнегіне жабысса да, ол тірі қалады. Сол кезде 2 жасар Риберидің денесінен жүздеген әйнектер суырылып, бетінде үлкен тыртық қалып қояды. Бұл тыртықты бірнеше рет операциямен алып тастауға ұсыныс жасалса да, Рибери бұл тыртықтың өмірінің бір бөлшегі екенін айтып, одан бас тартқан. Өзінің балалық шағы жетімдік пен азапты күндерге толы болса да, Рибери жаман жолға түспей, ислам дінін ұстанды. Өзі тұрған қарапайым жерде футболды үйреніп бастаған ол, кейіннен ұлттық құрамада да
ойнау деңгейіне дейін жетті. Сонымен қатар Бавария клубының аңыз ретінде тарихта мәңгі қалды. Атақты футболшылардың ауыр балалық шағы туралы шығарылымның бірінші саны осымен тәмам. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен бірге болған мен Нұрбақыт Тілеуқабыл. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.